Саламатсыздар, 7-ci класс оқушылары. Бүгін біз сіздермен 4-ci главаның темаларын өтіп бүттік. Бүгін қайталау қыламыз. 4-ci главаға қосымша көнігулер деген жерден bir қанша көнігулерді қошу іштейбіз. Кітебіміздің 175-ci бетінен башлады. Жеті жүз сексен бешинчи суроның А көнігісін іштейбіз. Бұл жерде бізге x эгерде 3 болсо, y минус 2 болсо, x квадрат минус 3xy плюс 2-ден 1 y квадрат көп мүчөсүнүн майнысын тапкыла деген суроо экен. Бул жерде эмне кылабыз биз? X ордуна 3-тү, y ордуна минус 2-ни коебуз. Анда иштейли. X ордуна мен жазам 3-түн квадраты минус 3 көбөйтүлгөн, x ордуна дагы 3 жазам, y ордуна минус 2 жазам, плюс 1 бөлүнгөн 2 y квадрат болсо минус 2-нин квадраты болот бул жерде. Бул жерден 9 минус көчсөң плюс болот. 18 плюс бул жерден не болот? 4 болот. 4 2 бөлсөң 2 калат. 2 калат. Бул жерден 2 чыгат. Анда жообуз 29 болду. Не кылдык? X ордуна 3-тү, y ордуна минус 2-ни коюп иштедик. 786-чы суроонун Б'син иштейли. Көп мүчөнү окшош мүчөлөрүн жыйнагыла дейт. Анда окшош мүчөлөрүн табайлы. Биринчи А куб Б. А куб Б дагы кайерде бар? Бул жерде бар. Жок, А куб Б башка жок экен. Анда биринчи эмне кылабыз? Биринчи 2А куб Б минус А куб Б экен. Бунун коэффициенти 1, бунуку 2. Анда эмне калат? А куб Б эле калат. Булар кетти. Экинчиси А Б куб бул окшош экен. Башка А Б куб жок. Экинчиси минус А Б куб минус 1/3-төн 2 А Б куб экен. Анда бунун коэффициенти минус 1 болот. Минус 1 минус 2 болот. Минус 2/3-төн 2 А Б куб болот. Бул өкөндө иштелим. Үчүнчүсү эми минус 4-төн 2 А квадрат Б, А квадрат Б 2 окшош. Анда экөөнү топтоштура алам. Минус 4-төн 2-ден 1 А квадрат Б минус 2-ден 1 А квадрат Б. Экөө тең минус болсо кошулат. 4-төн 2-ден 1ди кемите турган болсом, экөө кошулат да минус 1 сакталат. Бул эмне болот? Минус 5 болот бул жерден. А квадрат Б'лар эмне? Өзү жазылат. А квадрат Б'лар. Эмне кылдым? Үчөөнү тең топтоштуруп алдым мен. Анда жазып койсом болот мынтип. Биринчисинен А куб Б минус 2/3-төн 2 А Б куб минус 5 А квадрат Б. Не кылдым мен? Окшош мүчөлөрүн жыйнаштырдым. Кийинки суроом. Көп мүчөнүн даражасы канча дейт? Көп мүчөнүн даражасы дегенде эң чоң даражасы ошо көп мүчөнүн даражасы дейт элек. Бул жерде 3 могунку 1. Жалпы даражасы 4 бул жерде. А Б квадраттын даражасы 1 плюс 2 не болот бул жердеки? 3 болот. Bunun darajасы жок. Bunуку 4 экен. Даражасы. Bunуку 3, bunуку да 4 экен. Анда даражасы канча экен? Даражасы 4 экен. Көп мүчөбүздүн эң чоңу биздин даражасы деп эсептелет. Көп мүчөлөрдү кошкула дейт. 2А плюс Б минус С минус Д'ны кошомун кимге? 4А минус 3Б минус 2С плюс 5Д'га экөөнү кошом. Жазуулайын кашыларды ачып. 2А плюс Б минус С минус Д плюс 4А минус 3Б минус 2С плюс 5Д өзүнө ачат. 2А дагы 2А. Башка 2А жок. Экөөнү кошсом 6А Б минус 3Б. B'dan 3000 alsak
minus 2b kaldı. Minus'ı minus 3'sı minus'ta 5'ti. 5'ten bir desek plus 4'te oladı. Ne aldık? Köp müçelerde koşu aldık. Köp müçeni ayırması tapıladı. Şimdi ayırması degende biz ne kılabız? Kemtebiz. A kvadrat plus b kvadrat minus 2ab plus 1 kemtebiz. 2a kvadrat plus b kvadrat plus 2b plus 1'di kemteyle. Kaçlarda açıp yazaydı? Birinci söz yazıladı. A kvadrat plus b kvadrat minus 2ab plus 1 minus 2a kvadrat minus b kvadrat minus 2b minus 1 bo'ldi. A kvadrattan 2 var yine. A kvadrat minus 2a kvadrat bo'lganda minus a kvadrat bo'ldi. Başka a kvadrat yok. B kvadrat plus 1 minus andan mı joyşat işteki kalbaydı. Plus 1 eken minus 1 olsa mı olur? Eko joyşat ne dergim kaldı? Minus 2ab minus 2b gene. Bunu cemlik yazıp koysak olur. Minus a kvadrat plus 2ab plus 2b dep yazıp koysak olur. Kalsa bundan yazarız. Kalsa bunu yazsak olur. 803. Könügünün A'sını işleyiz. Tenglemleri çıkarıladı dedi. Tenglemeni çıkarış için ben kaçlarda alıp yazılayın. Bulacak plus boğun için özünde açıladı. 4 minus 2x plus 5x minus 3 oldu. Beraber öz yazılar x minus 2 minus boğun için belgeleri özgürüz. Minus x minus 3 oldu. 4'ten 3 tasak ne olur? 1 kalır. Ekoni kemtsek ne olur? Plus 3x beraber x'lar ne olur? Joyşat minus kança kalır? 5 kaldı. 1 bulacak kaldı tuturgan bolsak 3x beraber minus 6. İki jaktan 3'kö bölüp turgan bolsak x beraber minus 2. Ne kıldık? Tenglemeyi işlep belgisiz sandın taptığı. 809. könügünün B'sini işleyiz. Bir mike bu. Bir müçönü köp müçögü көйтүүгөн булай. Анда көйтүүнү минус 2'ni коэффициентке белгисиз сандар белгисиз сан көйтөбүз. Минус 2'ni 3'e көйтсөк минус 6. X'in 8 даражасы x'in квадраты. X'in канчасы даражалар кошулса 10. Y биякта жок, анда Y 5 өзү жазылат. Минус көйтүлсө плюс болот. Минус 2'ni минус 5'e көйсөк 10. X'in 9 болуп калат, Y'дин 6 болуп калат. Minus 2 x'in 8'i y'nin 5'e ekine koşsak 7 болот. Biz ne kıldık? Көбөйтүндүнү көп мүчөгө өзгөрттүк. 810. суроонун көнүгүнүн B'sini иштейбиз. Түйүнтманы жөнөкөйлөткө дейт. Жөнөкөйлөтүш үчүн алабыз. Биз биринчи каршылардан арындырып жазуулабыз. Анда ар бирин көйүп чыган. Каршынын сыртында ичтеринен көйүп чыгат ар бирине. Ар бирин көйүп жазып чыгам. 3 AB minus A minus AB plus 3 B болот. Ne olacak? Minus 2AB plus 2A minus 2B. Tekşerip koydu bir sıra. 3 AB minus A minus AB plus 3B minus 2 AB plus 2A minus 2 bu tural ekan. Bir de 3 AB var, bir de 2 AB var. Başka AB
Там ол жерде 2 абы бар. 3-тен 1 дасаң 2 абы қалады. 2 абыдан 2 абыны кемітсек, ештеке қалбайды. Демек, не болды? Абыларыз қысқарып тастақ болады екен. Минус а бар. Ол жерде плюс 2 абыз бар. 2 адан аны кемітсек, кім қалады? А қалады. Бар жаздым. 3b 2b қалды. Емне қыласыз? 3b'дан 2b'ni алсақ, 3-тен 2-ni алсақ, 1 қалады. 1b деп бөле деп не болды? Тұйытмамызды жөнекілештіріп жазып алдық. 812-ci көнігінің иесін іштеп табыз. Теңдемелерді чығарылады. Теңдемені чығарыштың бірінші жолы бөлчек түрінде беріп тұр. Бұның бөлчек түріне жалпы бөлімге алып келіп алсам болады. Жалпы бөлімге 12-ге алып келіш үшін 10-ны қанша көйтім? 4-ке көйтім. Бұл жерде 6-ға көйтім. Көйткенде алынадағын бөлінедағын көйтім. Бұны 1-ге көйтім. Жазба қойсам олар. Алынадағын бөлінеді көйтім. Көйтсем не қалады? Бұл жерден 12-ден 6 көйтілген 1 минус 6x болып қаты. Минус 12 2x плюс 19 барабар 12-ден 4 көйтілген 23 минус 2x болды. Бар 12-лер бі? Анда бөлім чиіп қойсам бұл өреді. Барабардың сол жағда, оң жағда бардың бөлім 12 болған үшін. Ем әрбіріне көйіп шығам. Ол жерден. Бұл жерден әрбіріне көйіп шығам. Оларды. 6 минус 36x. Минус болған үшін минус 2x. Минус белгісі минус 19 бөлен қалады. Барабар 4-ті 23-ке көйте тұрған болсам 92 минус 4-2x 8x болады. Топташтыру олайын 0 екен болады. Минус 36 екен 38x болады. Кемте тұрған болсам чоңнан кішін алып чоңның белгісі қалады. Минус 13 қалады. Барабар 92 минус 8x болды бұл жерден. 8x'ті бұл жаққа өтейін. 13'ті бұл жаққа өтейін. Минус 38x плюс 8x барабар 92 плюс бұл жаққа 13 болады. Минус 30x қалады. Бұл жерден болады 105 болады. 105. Екі жақты минус 30-ға бөліп тұрған болсам, x барабар минус 30-дан 105 болады бұл жерде. Бұл жерде қысқарып қойсам болады. 105-ті минус 30-ды екінің теңдемге 15-ге қысқартсам болады. 15-ге қысқартсам бұл жер не болады? 2 қалады, бұл жер 7 қалады. Минус белгісі қалады. Минус 2-ден 7 екен, же бұл минус 3 жарым дегенде түшінді көреді. Ушунмен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Биз 4-чы главаны толук үйрөнүп бүттүк. Кайталоочу суроолорду баарын чыгардык. Кийинки сабакта силер да кайталагыла экзамен кылабыз жалпы. Саламатта калгыла, кийинки сабакка чейин.